Көлде өткен түн. Бір күн. Бірінші кездесу. Күн батып барады. Мен тас үстінде отырмын, денем дымқыл. Ол келді. Ақ көйлек, ұзын шаш, үлкен қара көз. Кешіріңіз, мен гүл жинаймын мұнда күнде, деді ұялып. Мен де күнде осында боламын, дедім. Саусақтарымыз түйісті, енді ол гүл теруге емес, мен үшін келіп жүретін болды. Келесі күн кешке ол қайта келді. Көк көйлек, шашы өрілген. Біз жаға бойлай жүріп сөйлестік. Күн батқанда қолынан ұстадым. Ол қызарақтап басын изеді. Мен оны талдың астына алып барып, жайлап ерінен сүйдім. Бірінші жайғана тигіздім, содан кейін тереңдедім. Ол қарсы болмады, дірілдеді, бірақ қашпады. Қолым белінен төмен сырғып, бөксесінен ақырын қыстым. Ол ыңырсып маған тығылып алды. Ерке бұлан, мен бұған әлі дайын емеспін, деді сыбырлап. Күтемін, дедім. Бірақ сол түні оны үйіне дейін шығарып салып, есігінде тағы ұзақ құмарлықпен сүйдім. Үшінші күн кешке ол қайта келді. Көзі басқаша жылтырап тұр. Біз сол талдың астына отырдық. Мен оны құшақтап мойнынан иіскедім. Сосын ерінен сүйдім. Бұл жолы ол шыдамады, білемін, тілі менің тіліме оралды. Қолым көйлегінің ішіне кірді, таулары жұп-жұмсақ тығышықтай аппақ, толықсыған, қатты болып тұр. Ерке бұлан, мен әлі дайын емеспін, жүкті болып қалсам ше. Мен оның құлағына сыбырладым. Қорықпа, ештеңе де болмайды, бір рет қана. Рұқсат бер, жаным. Ол көзін жұмды да басын изеді. Мен оны құмға ақырын жатқыздым. Көйлектің түймелерін бір-бірден шештім. Аяғының арасын аштым. Ішкі ерні қызғылт, ылғалды, әлі ешкім тиген емес. Ол сазан балықтай бұлқынып аяғын жабуға тырысты. Жоқ, ұяламын. Ұялма, жаным, саған ұнайды, тек көзіңді жұмда жата бер. Мен орнымнан тұрып, оның алдына келдім. Ол көзін ашып, менің қолымнан ұстады. Мен қорқамын. Қорықпа, мен жайлап істеймін. Ол басын изеді. Мен оның үстіне еңкейдім. Ыстық ылғалды, ол өзі белін көтеріп маған қарай жылжыды. Ауырсыну толық кетті. Оның орнына құмарлық келді. Мен үшінші күнде беріліп қойдым ғой, деді ол күліп, ұялып. Ұялма, мен сені бірінші көргенде ақ осыны елестедім, дедім. Үшінші күнде ақ бәрі бітті деп ойладым. Біткен жоқ. Тек басталды. Күндер өтті. Біз күнде кездестіміз. Кейде талдың астында, кейде көлдің арғы жағында. Ол маған толық берілді. Мен де оған. Бірақ мен қорқатынмын. 23-те едім, қаланың баласымын, әке шешем бай, бірақ мен әлі оқуымды бітірген жоқпын, тентек болдым, ештеңе ойламадым. Тек ойлайтыным түнгі клуб, сұлу қыздар, ішімдік, қымбат көлік, ақша. Ол ауылдың қарапайым қызы. Пәк еді. Жасы 18-не енді келген, мені көріп есін жоғалтып, бәрін берді. Мен оны бақытты етемін деп ойладым. Бір айдан кейін ол кешке келмеді. Екінші күні келді, көзі сіңкі. Менің аяғым ауыр, деді. Мен қатып қалдым. Рас па? Рас. Сол күні мен қорқып кеттім. Айжан, мен әлі дайын емеспін. Оқуым бар, болашаққа жоспар құруым керек, әке шешем рұқсат бермей. 1-2 жыл күтейік, мен оқуымды бітірген бойда сені қалаға алып кетемін, біз үйленеміз, сен сырттайға оқуға түсесің деп бастадым. Ол менің көзіме қарап. Мен саған пәктігімді сыйладым. Сен маған мәңгі дедің. Ал енді күтейік дейсің бе, сен біздің болашақ сәбиімізді неге ойламайсың? Мен сенен бұрын ешкіммен жатқан жоқпын, сен менің алғашқы еркегімсің. Баланың еш күнәсі жоқ, ерке бұлан, деп жылап. Мен ашуландым. Не деп тұрсың сен? Сен бұл баланы өмірге әкелмекшісің бе, деп айқайладым да кетіп қалдым. Артыма бұрылмадым, ол жылап қалды. Сол түні ұйықтаған жоқпын. Ішім өртенді. 3 күннен кейін оның ағасы мен 2 досы мені тауып алды да ауылға алып келді. Әкесі тұр. Айжан жылап отыр. Әкесі болса оған, үніңді шығарма, ел жұртқа жаман атақ жаймай тұрғанда, бұл үйден мынанауыңды алда, қараңды батыр. Айтқаным айтқан. Анасы 2 ортада.
Бері қара жігітім, үйленесің, әйтпесе жаман болады, темір тор күтіп тұр сені. Таңда атанаң бай болса, кедейлермен ойнамасын. Ағасы да сұсты екен, екі қолын түйіп алып, естідің бе не дегенін дегендей ишара жасап тұр. Мен қорықтым. Расында қорықтым. Амал жоқ, үйлендік. Жасырын емес, ашық. Бірақ ешкімнің батасы жоқ. Тек қорқытумен, шындап келгенде, мен оны сүймеймін, тек ләззат үшін пайдаландым, қалада оқуым жайына қалды. Үйленгеннен кейін бақыт болмады. Мен оған ренжідім. Ол маған ренжіді, бұрынғы ыстық түндеріміз ұмыт болды, сәби, ұйқысыз түндер. Бұл шынайы махаббат емес, кінәмен. Мен жұмыс істеймін. Ол үйде балаға қарайды. Түнде бір төсекте жатамыз, бірақ қолым оған тиіспейді, ол мені шын сүйетін, аңсайтын, құшағына алшы дейтін. Мен тек амалдың жоқтығымнан түнгі ісімді жылдан бітіріп ұйықтап қалатын болдым. Кейде ол түнде жылайтынды шығарды. Мен еститімін, бірақ мен оны құшақтамайтынмын. Бұрынғыдай серуендеп талдың астына, көлге, себебі сол түн есімізге түседі. Мен оны қалай аймалағаным, ол қалай беріліп қойғаны. Содан кейін қалай бәрі бұзылғаны. Кеше ғана ол маған: ерке бұлан, біз қателестік бе деді. Мен үндемедім. Өйткені шындық мынау. Иә, қателестік. Бірақ баламыз бар. Және енді ешқайда кете алмаймыз. Көл әлі сол күйінде. Біз сияқты емес. Біздің махаббатымыз 3 күн ғана өмір сүрді. Содан кейін ғайып болды. Біз амал жоқ өмір сүріп жатырмыз. Мен оны жақсы көріп кеттім деп айта алмаймын. Ол мені жақсы көретін шығар. Бірақ айтпайды, тек жылай береді. Өйткені кеш. Бәрі кеш. Тек баламыздың күлкісі ғана бар. Ол сондай тәтті, көзі мөлдіреп маған қарағанда күледі. Мен күнде көлге қарап тұрамын. Және ойлаймын. Егер сол күні мен Айжанмен кездеспесем, қалада жүріп оқуымды бітірсем, әкем мені баулып өз орнын беретін еді. Егер сол бала дүниеге келгенде осының бәрі басқаша болар ма еді? Болмас еді. Өйткені біз жас едік. Өйткені біз құмарлықты ғана ойладық, махаббат емес, таңдадық. Көл куә. Бірақ ол ештеңе айтпайды. Тек толқындай береді. Біз сияқты. Бақытсыз, бірақ бірге. Мәңгі. Бұл әңгіме әуелі ашық құмарлық, кейін әсерлі, мұңлы, оқырманды ойландыратын, ой салатын драмамен аяқталды. Өмірде мұндай жағдайлар көп. Ойнап жүріп, от басып, бір сәттік әлсіздікке бой алдырып, кейін оның салдарын көріп жатады. Жастарға сабақ болсын деген ізгі ниетпен.